Кемшіліксіз адам болмайды. Білмегендіктен, тәжірибесіздіктен қателесулер болады. Қателесу кінәлі болу. Кінәсін мойындау әркімнің қолынан келе бермейді. Ал жөн сөзге түсіне жығылып, кінәсін мойындап, қатесін түзей білу ақылдылықтың, қайраттылықтың белгісі. Сырларымды ашқан сайын үнсіздік даналық екенін түсіне бастадым. Тыңдамай тұрып жауап беру, түсінбей тұрып қарсы пікір айту, білмей тұрып үкім шығару нағыз надан адамның белгісі. Өмір болған соң жақсылық пен жамандықты, шындық пен өтірікті де кездестіріп, басыңнан өткізе бересің. Сүрінсең де жығылып барып, қайта тұрсаң да, оның бәрі сабақ екенін түсінесің. Осыларды тоқи алатын түйсігің болса өзгересің. Болмаса, бір қатені мың қайталап, тағдырдан қайта-қайта таяқ жейсің. Жалғыздыққа тек мықтылар төзе алады. Опасыздық пен сатқындықтың құнын білетіндер. Ту сыртыңнан қадағалап, қанжарды талай рет суырып алғандар. Жүрекке түскен тыртықтан жаны сірі боп қатып қалғандар. Олар жалғыздыққа тығылып қалғандар. Жолап кеткен пенденің екі жүзділігінен шаршағандар. Адам жалғыздықта ғана өзіне қайтады. Жан дүниесіндегі бар байлығы өзіне ашылады. Ондайда әдемі киіміне қарамастан тоғышардың бейшара көңілі өксік. Ақылды адамдардың жалғыздықты ұнататын себебі олар ақмақтардың даңғаза тірлігінен қашады. Қанша жуан болса да жалғыз ағаш үй болмас, қанша жақсы болса да жалғыз жігіт би болмас. Туысқаның көп болсын, аз болсын, бәрібір де арасынан жақтырмайтыны да қиянат жасаушылары болады. Қиянатына қарамай араласпайын десең, жұмаққа жол жоқ. Жұмаққа жол болсын деп араласайын десең, бауырмашылдық пен мейірімділік жоқ. Адамдарға ренжудің керегі жоқ. Әркім тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Кей кезде кейбір адамдардың сөйлегеніне, пікір айтып, пікір жазғандарына мән беріп қарасаңыз, ойға берілесіз. Сол адамдардың анық болмысын көре аласың. Ойлау дәрежесі, сөз саптауы, тіл байлығы, оның өскен ортасы, қоғамдағы алатын орны, қай ортадан шыққандығы сіздің бір ауыз тілден шыққан сөзіңізден білініп тұратындығын сезіп білемісіз? Сол үшін әрбір айтар, жазар сөзіңізге мән бергеніңіз дұрыс болар. Ойыңызды жинақтаңыз. Ойларыңды қадағалаңдар. Өйткені ойларың ол сөзге ұласады. Сөздеріңді қадағалаңдар. Сөздерің іске ұласады. Істеріңді қадағалаңдар. Ол әдетке ұласады. Әдеттеріңді қадағалаңдар. Өйткені әдеттерің мінезге ұласады. Мінездеріңді қадағалаңдар. Ол тағдырға ұласады. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.